Газлей жайлы айтар болсақ, өтті ғой талай қызық кез, естелікті ұмытпайық жадымыздан сызып тез. Союз кезде өтті ғой біздің балалық шақ балдәурен, айтайыншы еске алып бірер шумақ үзік тез. Оқығанбыз 10 жылдықты 50 жылдық мектепте, кім ойлаған осы күні өз жолымен кетпек деп. Қыз жігіт боп ойнап күлдік, оқушы боп түлек боп, естелік көп айтар болсақ бір-біруден түртпек деп. Газды суға таласыппыз, сиропты да сиропсыз. Ұстазымыз Ырса апай ілгері бізді сүйрепсіз. Алғыс айтам ұстаздарға сол кезде бізді оқытқан. Оқы деумен өтпепті күніміз илешсіз. Ұстаздарымыз Алтынбаев, Қадырбаев дебесіп, ашылып жатты білімге деген біздерде деген көбесік. Алтын күләш күлжаш деді, айтпай кетсек болмайды. Кластасым пірім жарып шығарушы еді көбесеп. Мейрамдарды тойлайтынбыз көшеге шығып ұраңғып, ту көтеріп плакатпен ұралатып жыраңғып. Кеш болғанда баратынбыз дискотека клубқа, жігіттер жүр колокольмен ашки киіп қызаңдып. Қызық киноға баратынбыз сайран салып клубқа, орын жетпей орындықта көруші едік тұрып та. Той мереке болушы еді қазашылық дәстүрмен, палуандар аударысып жамбасқа алып ұрып та. Үйленгенде машинамен көшеге шығып қуысып, арақ шарап виниларды ішетін біз тауысып. Бақан ұстап тоқтатушы едік келе жатқан мәшінді, алыс жақын ағайындар тойда жүрді қауышып. Ансамбльде бектер болды, әнді айтып билетіп, домбырамен терме тартып, ән жыр айтып күйлетіп. Қыз жігіттер би жарысып, құда анда дегізіп, аптасында болушы еді 5-6 той жиілетіп. Осылайша өтіп жатты союз кезгі күніміз, Өзбекстан егемен боп жарқын шықты үніміз. Ана тілге құрмет жасап, орысшаны азайтып, елді мекен аттары да өзгерді ғой дініміз. Біздер күткен коммунизм өтіпті ғой алда деп. Қазақ өзбек ағайын боп біріміз егісте малда деп. Қазіргі кезде тұрып жатырмыз Қазақстан елінде, естелікті еске алып келешек бәрі алда деп.